Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай, күн жылып, терезелеріңіз шаң болып, жаңбырдың ізі қалып, кір болып, қыстан бері сүртілмей тұрған болса, менің осы әдісімді пайдаланып көрсеңіздер болады, қыздар. Ол үшін бізге осындай жылы су керек. 70% уксус керек, 2-3 ас қасықтай қосасыздар. Одан кейін барып ас содасынан 1 ас қасықты қосып, көпіртіп, жақсылап араластырасыздар. Сосын үйдегі кез келген осындай сұйықтық затты қосасыздар. Мен ферриді көз мөлшерімен қостым. Енді жақсылап араластырып, сосын осындай бос ыдысқа құйып аласыздар. Барлық терезелерге қыздар шашып шығасыздар, жақсылап тұрып сүртіп аласыздар. Ешқандай да күш жұмсамайсыз. Осы менің әдісіммен жасап көрсеңіздер, терезелеріңіз мүлдем кірлемейтін болады. Даже балаларыңыз ұстаса да айғыз болмайды, қыздар. Керісінше айнадай жылтырап тұратын болады. Қараңыздаршы, қалай жылтырап жатыр. Іші сыртын жақсылап тұрып осылай сүртіп алдым. Видео ұнаған болса лайк басып, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сақтап алып достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған жан-жақты келін. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы лайфхактарды салып отырам. Сондықтан менің парақшамды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркелуді де ұмытпаңыздар.